Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен мясо-патайский тағамын дайындайтын боламыз. Керекті заттар тізімін описание бөліміне қалдырамын. Ең алдымен осылай пиязымызды ұсақтап турап, видеодағыдай ортасын ашып аламыз. Келесі қиярымызды тураймыз. Мен осылай турадым, сіздер өз қалауыңызбен турасаңыздар болады. Және де біз келесі болгар бұрышымызды осылай ұсақтап тураймыз. Қызып тұрған табада етімізді салып қуырып аламыз. Және де үстіне пиязымызды қосамыз, тұз бұрышымызды қосамыз. Жақсылап араластырып, жарты сағат көлемінде бұқтырып қоятын боламыз. Бұқтырылған етіміз дайын болды. Енді оның үстіне біз қиярымызды қосамыз. Және де жақсылап араластырып, мен бір қасық көлемінде соевый соус қостым. Және де үстіне сарымсағымды салдым. Жақсылап араластырып, кемінде 10 минутқа, 15 минутқа қойсаңыздар болады. Оған дейін біз күрішімізді дайындап аламыз. Табаға сұйық майымызды құйып, жуылған күрішімізді осылай салып 5 минуттай қуырып аламыз. Және де үстіне тұзымызды салып, суымызды құйып, осылай бұқтырып қоямыз. Енді біз соусымызды дайындап аламыз. Осылай томат пастасына кішкене құмшекер қоссаңыздар қышқыл болып қалмайды. Оның үстіне қайнаған суымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Томат пастасы ерігенше, сосын жаңағы тағамымыздың үстіне құямыз. Сонда қатты құрғақ болмай, осындай сулы болып піседі. Үстіне болгар бұрышымызды салып, жақсылап араластырып, міне бізде осылай дайын болды. Осылай ұсынсаңыздар болады. Сіздермен Жанарай.